Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 59-шы сабақ. Каналға жазылып алыңдар. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Ертегіні оқы. Торғай мен тышқан. Торғай мен тышқан дос болыпты. Екеуі егін егіпті. Егін өте жақсы шығады. Торғай мен тышқан тең бөлсе бастайды. Бір бидай артылып қалады. Оны бөле алмайды. Содан екеуі далада қой бағып жүрген бір қойшыны көреді. Ол қойшыға келеді. Қойшы дәнді алып, екеуіне тең бөліп береді. Бұған торғай мен тышқан разы болады. Сөйтіп, өз жөндеріне кетеді. Бабалар сөзі кітабынан. Торғай мен тышқан не екті? Олар егін екті. Олар дәндерді қалай бөлді? Олар тең бөлісе бастайды. Торғай мен тышқан неге таласты? Бір артылып қалған бидайға таласты. Дәнді бөлісуге кім көмектесті? Қой бағып жүрген қойшы көмектесті. Жақсы сөзіне мағынасы қарама-қарсы сөзді тап. Жақсы сөзіне жаман сөзі қарама-қарсы мағынада. Келесі, екінші жаттығу. Бірнеше мағынасы бар сөздерді бір бөлек, мәндес сөздерді бір бөлек жаз. Адам, жуас, жарық, кісі, момын, алма, дос, ара, жолдас, бұрыш, қой. Бірнеше мағынасы бар сөздер және бір бөлек мәндес сөздерді бір бөлек жазайық. Бірнеше мағынасы бар сөздерге алма, ара, бұрыш, қой, жарық сөздер жатады екен. Ал мәндес сөздерге адам, кісі, жуас, момын, дос және жолдас сөздер жатады екен балалар. Үшінші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Өзі айлакер, өзі бір қу, жүрген жері айқайда шу. Бұл жұмбақтың жауабы не екен? Түлкі екен балалар. Жақсы балалар, сау болыңдар, каналға жазылуды ұмытпаңдар.